Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында осындай керемет пахлава жасайтын боламыз. Видеоның соңына шейін менімен бірге болыңыздар. Ал енді бастайық. Бізге 3 жұмыртқа керек. 3 жұмыртқаны мен жуып тазалап алдым. Сосын осындай бөліктерге бөлдім. Мен сіздерге басында түсіндіріп айтып кетейін. Бізге 3 жұмыртқа керек дедім. 2 жұмыртқа бізге қазір қамырымызға керек. 1 жұмыртқа жайрақ бетіне жағуға керек. Осы 3 жұмыртқаның ағы бізге қазір ішіне салмасына керек. Ал бұны жеке қойып қоямыз. Бізге қазір қажет 2 жұмыртқаның сарысы. Ал енді бастайық. Бізде бесіне деп үйдің сармайы бір жобалап 250-270 грамм. 270 граммдай болады енді жобалап. Үйдің майы болмаса дүкеннің де әдемі сармайын қосуға болады. Сосын бізде айран бір 100 граммдай айран. Бола береді, мұздай ма, жылы ма енді. Сосын жаңағы 2 жұмыртқаның сарысы. Ас содысы болмаса қопсытқыш разрыхлителейміз. 1 шай қасық, өте қатты толтырмаймыз. Ас содысын салдық. Мен сіздерге ылғи да айтам, бізде айран болғандықтан айранға ас содысын қосқан жақсы. Көтерілімне де, дәмі де шықпай, өзі бет көпіріп, қазір өзі реакция береді. Енді осыны кішкене жақсылап араластырып алайын. Май енді температурасында болғандықтан қатты беріп кетіп жатқан жоқ. Қазір ұнмен араластырғанда жақсы болады. Енді осының үстіне қанша ұн сорады, сонша біз қазір ұн қосатын боламыз. Қасығымызды алып тастайық. Ұнымызды елеуіштен өткізіп қойдық, бірақ мен енді оны өлшеген жоқпын. Жобалап енді 400 граммдай болады шығар деп ойлаймын өзім енді. Өте көп салып жүрмеңдер, если что үстіне салып отырасыздар ғой. Енді жақсылап осыдан қамыр жасайтын боламыз. Қамыр өте қап-қатты болмасын, орташа болсын. Енді осыдан қамыр жасаймыз. Қамырымыз дайын болды. Осындай орташа қаттылықта қамыр жасалынды. Енді бір 20 минутқа тындыртып қояйық, оған шейін ішіне салатын салмасын әзірлейтін боламыз. Біздер грек жаңғағы дейміз, 370-360 сондай граммдай болады, тазартылған, әдемі жоғары сұрыпта, мен өзбекский өте дәмді. Енді осыны біз қазір үккіштен өткізіп аламыз. Міне осылай уатып алдық, дарылдатып, естеріңізді тандыртпай қояйыншы деп уақыт өткізіп. Енді осыған бізде жаңағы 3 жұмыртқамыздың ағы бар ғой, соны бесіне деп қосамыз. 200 грамм шекер қантымыз. Егер тағы да тәтті қылғымыз келеді десеңіздер, онда қосыңыздар, маған осы жетіп жатыр. Енді жақсылап тұрып осыны араластырамыз. Қамырымыз тымыр жатыр. Көп уақытты қажет етпейді, енді өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасаңыздар. Енді күнде жемесеңіздер де енді анда-санда пісіріп жеуге болады. Енді майлы болып кетті, тәтті болып кетті демеңіздер. Мен өзім де тәтті жемеймін, майлы жемеймін, бірақ анда-санда бір енді болады. Осыны жақсылап тұрып әдемілеп тұрып араластырып аламыз. Қамырымыз 20-25 минуттай тынды. Енді осы қамырымызды біз қазір 4 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыз бір 25-20 минуттай тынып тұрды. Жұмсақ деп ойлаймын, өзімен қозғаған жоқпын. Енді осы қамырымызды біз қазір 4 бөлікке бөліп аламыз. Теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Мен бөлетін пластмассымды немеден ұстап тауып алмай жатырмын. Енді пышақпен кесіп жатырмын қазір. Осылай 4 бөлікке бөліп алып, қамыры керемет екен. Енді осыны әдемілеп дөңгелетіп аламыз. 4 бөлікті. Біреуін көрсетейін, сосын қалғанын өзім жасай берейін. Осындай бөліктерге бөліп, дөңгелетіп аламыз барлығында. Осындай 4 бөлікке бөліп алдық, теңге. Енді осыны біз қазір қамыр жаятын боламыз. Қамыр майлы болғандықтан шеттері осылай кішкене сынады, ештеңе етпейді. Қазір жіңішке болғаннан, жұқа болғаны жақсы, неғұрлым жұқа қыламызда. Менің формым
төрт бұрышты, сондықтан да мен жан-жағын кесетін болам. Қамыр қалып қойса, печенье сияқты шетіне салып жүруге де болады. Не осылай кішкентай формаға салып жатыр, үлкен болмай. Осыны жайып аламын жұқалап. Осылай бірінші қамырымыз жайылды, қалыңдығы осындай. Барлығын үштіп бірінші жайып алайын, сосын арғай тағы көре жатасыздар. Біреуін салып алдық тапамызға. Енді осының үстіне жаңағы жаңғағымызды осылай үш бөлікке бөліп алдық. Теңге. Енді осының бір бөлігін саламыз. Енді осының бойына барлығын бірдей қылып жағып аламыз. Бір қабатын жауып алдық. Енді бізде ысып жайып қойған налымыздан екіншісін тағы бетіне жабамыз осылай. Тағы да жаңағыдай үшінші бөлшегін жағамыз. Жиектерін басып, кішкене бір-біріне біз басса қосылуы тиіс. Енді міне өйстіп сосын үстіне жаңағы үшінші бөлікті саламыз. Енді былай жағу қатты қиын емес, бірақ кішкене мынау кішкентай қасықпен жазу керек екен, сонда жақсы болады екен. Былай мінекей кішкентай қасықпен ақырындап қана теп-тегіс қылып. Енді осылай үшеуінде осылай жағып аламыз, сосын төртіншісіне соңында көрсетемін. Мінекей барлығын үш қатар жағып алдық. Ең соңында міне бізде бір қамыр қалды. Төртінші қамырымыз. Енді осының бетіне жабамыз. Қараңыздаршы, өте керемет болып шықты. Осыны жауып, бетіне қазір енді манағы жұмыртқамыздың сарысы қалды ғой біреу. Сол сарысына шай қасықпен жарты қасық сүт қосып, осының бетін қазір біз нететін боламыз. Мынау кішкентай ғана осылай шай қасықпен жартылай сүт, жұмыртқаның сарысы жақсылап араластырамыз. Енді қамырымыздың бетіне жағып шығамыз толықтай. Енді осыны біз қазір шетінен бастап, ортасынан бастайықшы. Мен төртбұрыштық жасап едім, мындай дөңгелек жасап көрмеппін. Енді осылай етіп кесіп аламыз. Өте жақсы кесіледі екен. Дөңгелекке де енді үстіп. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша төртбұрышты қылсаңыздар, төртбұрышты қылыңыздар. Егер де басқаша алып десеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Енді осыны бүйтіп. Мен енді қиғашынан кескім келіп тұр. Осылай. Үстіп барлығын бөліп шығамыз. Әдемі көріну үшін осылай қылып кестім. Енді сіздер өздеріңіз білесіздер. Енді осылардың бетіне жаңағы жаңғақтарымызды, менде осындай кішкентай жаңғақтар, осыларды жартысында қоюға болады. Осылай кіргізіп, кішкене осылай етіп, барлығына да салып шығамыз осылай. Енді ысып тұрған духовкамызға 160-180 градусқа қызарғанша пісіріп аламыз. Сіздер өздеріңіз бақылаңыздар, әркім духовкасы әр түрлі болады. Ал ендеше кеттік. Пахлавамыз піскенше, бізде осындай стаканның енді бір қанша 100 грамм болатын шығар. Осындай қантпен осындай ғана су алып, біз қазір осыны қайнатып аламыз. Қайнап жатыр. Осылай бір 5-6 минуттай пісіріп аламыз. Солай етіп аламыз енді сумен қантты осылай бетіне жағуға қазір. 180 градуста жарты сағат ровно пісті. Енді жаңағы сиропымыз бізде дайын. Көп жасаған жоқпын, осындай кішкентай ғана алып шықты. Енді осының бетінен ыстықтай жағып шығамыз. Мүмкін мед болса мед жағу керек шығар. Енді мен енді қатты көп жағып жатқан жоқпын, жай ырымын жасап жатырмын деймін да. Өте тәтті болған мен ұнатпаймын негізі, бірақ әдемі жылтырап балалар айтып жатыр жағыңыз деп. Өйткені бір жақпай пісіргенде өте дәмді болып шыққан. Осылай барлығына жағып аламыз. Сәлеметсіздер ме, маманың сүйікті көрермендері? Бүгін маманың осындай пахлавасын дәмін көреміз. Қазір кесіп берейін.
әдемі болды деп өзім ойлаймын негізі. Мен талай жерден немене атады? Пахлава. Иә, талай жерден пахлава жегем, енді қазір шынайы бағасын беремін деп айтып тұрмын осы. Конечно. Мен ешқашан өтірік айтпаймын, достар. Ақты ақ, қараны деп жатқанмын. Бір ортасынан үлкендеуін алып береді, ал көрсетіп жүрген көрермендерге. Мен енді қатты Түрден 10-нан 10. Қатты тәтті қылған жоқпын, жүрек айнытып мен 5 сында деп. Осы магазиндерде бәленбай мың теңге ұстады ғой, міне достар. Түрі идеальный. Қонаққа үстіп қойсаңыздар, ойлаңыздар. Салып кетеді ғой бәрі. Мына. Керемет па? Әне ожидала. Шай ішеміз қазір. Бөліп көрсетті, көріксе ортасынан жұмсақтығын көрсін. Ыстық просто, достар. Керемет па? Идеально шыққан бар ғой. Прям идеальный, мама. 100% бар ғой. Өтірік емес, шынайы. Дәл осы жасаңыздар. Мына қараңыздар, тесса. Міне. Пық. Ойланып қар. Өте тамаша болған. Қолыңыз зерт көрмесін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Иә, маманың рецептісінің бәрі күшті шығады негізі. Мынау енді тіпті енді миллион % айтамын, өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.